Маңғыстау, Маңғаз өлкеші жүрелі. Киелі бабалардың өзім еді. Ақтаулар бара қалсам құшақ жайып, құлыным келдің бе деп көз тігеді. Ежелгі даңқыменен бай көркімен, Маңғыстау құдіретті жер ғой көркем. Қастерлеп 360 әулиесін, әлемді таңдандырып желкен көрген. Аялап қиялменен жыраспанын, қалайша құшағынан сырашпайын. Осында адай бабам іздерінен ерліктің күйін таңдап асқақтаймын. Қондырған асқақ шабыт көкейіңе, теңізде мұнда құмар төкпегейге. Адай деп дауыстайды ұран тастап, сәулесін көктен күліп төккен күнде. Отпантау тарихи-мәдени кешен кесенесі 2007 жылы 25 қазанда ашылды. Кешен Сабыр Адайдың бастамасымен 2004 жылы қолға алынған. Отпантаудың басына салынған 12 құлпытас ортасынан қос күмбез көтеріліп, ол алтынмен апталады. 3 құлпытастың ортасындағы қас беті алтын әріппен Адай ата деп жазылады. Отпан сөзіне келетін болсақ, от, ан, пан деген сөздерден біріккен. Сөз түбірі от. Бұл атау ең алғашқы от жаққан және осы ұғымды дүниеге әкелген атамыздың есімі. Адай атамыздың ақ ордасы. Ақсарай Адай атаның 8 немересінің құрметіне арналған 8 бөлмеден тұрады. Бұл бөлмелерде елдің елдігін ұлықтайтын ас-жиын, елдің елдік, ұлттық мүдделеріне байланысты салиқалы кеңестер өткізіледі. Және бұл сарайда өлкенің өткен өмір тіршілігін бейнелейтін тарихи мұражайлар да бар. Маңғыстауым, маңғаз далам, паң далам, келбетіңе қараймын да таңқалам. Кеудесіне сыйғызып мол байлықты, бүгінгі күн асып жатыр арнадан. Қасиетті әулиелер мекені, құмы тасы тарихтан сыр шертеді. Сен туралы жырлап кетсе аталар, әңгімесі неше таңға жетеді. Алдында мен борыштармын білемін, елім деп соғар сәби жүрегім. Мәртебесі биік болсын жерімнің, осы менің ізгі адал тілегім. Бай-бай киелі неткен жер, батырлар дүбірлеп өткен жер. Тұлпарлар дүбірлеп өткен жер, ғашықтар бір-бірін тапқан жер. Сарылып сал серілер кеткен жер, бас иіп, искеп топырағынан, тағзым етпей өтпеңдер. бүгінгі ұран ота кешегінен бөлек сонау жаугершілік заманда ата-баба ұран отын жағып жауды тойтаруға елді бірігуге ерлікке шақырса бүгінгі ұран ота тек Адай ұрпағы емес бүкіл қазақ баласын